ақшадан басқа ештеме жоқ адам ауырып жатқан адам қасына барып сатылмаған нәрсеңді жұбығып елдің есіне аудармай бермейсің ба тіке ақшаны? Ондай басылып қалған киімдерімді сатсам триллионмын мен, жатырма Санкума келсең әзір. Кеше мен сіздерге алғы Перизат деген сіңлімізге бір өшін мен ұқпайды екен қосыңыздар. Мен бір азырақ көңіл қылайын деп кеште 20 мың сомды өзіне атып бердім. Мақсат бір пұлды бердім деп айтпақшы емеспін. Алдыңғы жолы көп адам біліп кеттіңіздер. Ойбай, өш жердегі кейде адам дегенше осы не бір адамдар бар да, бір азырақ жақсылық қылсаң таудай көреді. Және бір адамдар бар да, өзі өмірінде біреуге жақсылық қылмайды, біреудің жақсылығын біреуден сырт ананың жамандық жағын ерекше көріп алатын бір адамдар бар. Айтып қоян, осындай адам өміріңде жалшымайсың. Өсекті айтсаң, бірдемеге мына өсекті айтқан адам қорқынышты емес, жеткізген адам қорқынышты дейміз ғой. Енді біреудің бір жамандығын айтсаң, шын өтірігін араластырмай, осы тал фактімен жамандығы қайсы, жақсылығы қайты, неғып сондай болған, соны толық айту керек шығар. Ойбай, қимеңден қарыз жетекеңді, сен қаншылық ақшаң бар еді? Осы өсекті айтқан адамды айтам да, боқтамайын десем боқтағым келеді да, сен бір алдымен бір осындай елге емес, бір өз туысыңа бір 1000 сом, 2000 сом, мен сияқты жылында пәлетін 100 000 сомды беріп көрші. Өненгөйін барып бір жігітшілік қып, ана пәленбайдан шыққан, әйткен, биткен дегенді айта, өз жанын әрем бағып жүрген, қайдағы шүкімсіз мектептің дүзін толық оқымаған, қайдағы бір надан бірдемелер кешкішін елдің жамандығын айтады екен өш жерге шығып. Сорлы. Алдымен барып өзіңнің бір жаныңды бағып, түзу бір адам болғана елдің жамандығын айтпай, бір көтіңе бір қарап, айтпайын істе күйдіріп өтеді ғой. Әсілі ол кімге бір 200 000 сом берсек те артықтық қылмайды, сондай шығар. Олар деген ол басындағы үйін сатып, осындай жаны қиналып, осындай бір жатқан адамдар екен да. Сонымен өш жерде енді айтарым, кейбір нәрселерге адамның ашуы кетеді. Мен Гүлсана міне 40-қа келдім ғой, бәлкім кейбіреулеріңіз мені кішік көрерсіздер, я үлкен шығарсыздар менен. Ең шыдамайтын нәрсем нақақтық. Басым кессе де бірдеңенің шындығын айтам ғой. Осы зопилімда да мен кейбір нәрселердің рас шындығын айтатын шығарым. Өйткені адамда осыншылық шыншылдық болған кезде бір екі адамның алдында бетің болады. Бүгін ананың өтірігін, бүгін мынаның өтірігін атқан адамда екі беткей адамда бет бола ма? Екі беткей адамда 4 адамның алдына шығып біраз сөз айтатын бет болмайды. Алдамшы кеш айткесін, биткесін дей, сондай ма? Сондай шығар. Осы деп жатқан бір мен сияқты қыздарын апарып өсекті былайдан былай айтқанына таңғалам кейбір адамдарға ше. Айтындар мейлі, ол шындық, бірақ неге шынын айтпайды деп соған таңғалам ғой. Шындарыңды айтып өріңдерші, өліп кетсеңдер де шындарыңды. Мен ақшадан